Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қаласына баратын кезде адам осы сәттен бастап өзі рухани дайындалу керек екен. Кімнің алдына бара жатырмын, қайда бара жатырмын дейді. Сонда бір қажылар сұрауы мүмкін, ұстаз біз қалай дайындаламыз десе, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның алдына дайындықтың ең төресі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауат айту екен. Ол қалай? Ең қысқасы Аллахумма салли аля Мұхаммад. Көп қой жалпы салауаттың түрі көп, бірақ жоқ дегенде осы салауаттың ең қысқа түрін болсын айтып, ішімізден қайталап, шынайы жүрекпен айту екен. Себебі неге? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға, пайғамбарға салауат айтпау, немесе пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның алдына дайындықсыз бару, хуатия торикул жанна дейді. Жәннатқа алып баратын жолды жоғалтып алыпты. Немесе жәннатқа баратын жолдан адасып қапты деп айтады Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде. Ал Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисінде айтады, егер кімде-кім маған бір салауат айтатын болса, Аллах Тағала ол салауат айтқан пендеге 10 рахымын, 10 қателігін кешіреді, және де 10 дәрежесін өсіріп қояды дейді. Қараңызшы. Бұл әлемде біздер үшін, сіздер үшін, мұсылмандар үшін қандай үлкен жақсылық, берекет бар екен.